ардақты көрермендер мен қонақтары, арада біраз үзіліс салып, сіздерге келесі бір жаңа жобаны ұсынғым келіп отыр. Естеріңізде болса, осыдан біраз уақыт бұрын менің көрермендерім, каналымның көрермендері орыс тілін қазақ тілінде түсіндіруді сұраған болатын. Содан біраз дайындалып, ойланып қалай, нені түсіндірсем деп біраз сабақтар жаздым. Бір ескертетін жай, мен орыс тілінің маманы емеспін, орыс филологиясын, әдебиетін бітірген жоқпын. Тек орыс тілін өзім қалай үйрендім, сол жолды сіздерге қарапайым тілмен түсіндіруге тырысамын. Сонымен неден бастасақ болады? Алфавиттен бастап керек емес, өйткені бәріміз мектепте орыс тілін оқығанбыз, оқып жатырмыз. Қазір арамызда оқушылар болса, яғни қандай да бір орыс тілі туралы білім басымызда бар деген сөз. Сонымен мен бүгін ойлана келе бірінші сабақты біздер қазақтар орыс тіліндегі сөздерді айтқанда кейде бізде қиыншылықтар туындайды. Сондай өзіміз қате айтып жүрген сөздерге тоқталғым келді. Соған қазір назар аударайық. Мысалы үшін орыс тілінің алфавитінде жіңішкелік белгісі бар, мягкий знак дейді. Сол жіңішкелік белгісі өзінің аты айтып тұрғандай, өзінің алдында тұрған дыбыстарды жіңішкертеді. Мысалы үшін дубль, ұлдан кейін мягкий знак жазамыз, дубль деп айтамыз. Келесі сөз коньки. Конь, мягкий знак жазамыз, жіңішкелік белгісін, сосын ки дейміз. Ол енді жіңішкертеді. Яғни коньки емес, коньки жіңішкертіп тұр. Келесі пыл. Пыл, шаң. Пыл демейміз, ол басқа болып кетеді, онда оның мағынасы. Пыл, шаң. Бірақ еске сақтайтын бір жайт, осы жіңішкелік белгісі ш және ж дыбыстарын жіңішкертпейді. Біздер қазақтар, мысалы үшін, көп уақыт менің өзімде солай қате айтып жүрдім. Мысалы үшін туш деген сөз. Қыздарынан дірілдетіп жүріңдер ғой. Кешіңіздер, біз қазір мен қыздармен, сіңілілеріммен паркте отырмыз. Содан кейін біраз қазір несі дірілдеп кетті. Өте ақырын шығып кетуіңе болады. Шықпасаң, менің сабағым біткенше отырасың. Кешіріңіздер, бір айта кететін жай, сіздерге мынау сабақ жазу үшін біресе шашым дұрыс болмай қалды, біресе киімім дұрыс болмай қалды, біресе жаңағы ана шаруа, біресе мына шаруа деп күнделікті күйбең тіршілікпен шынымен де қолым босамай кетті. Бүгін мен қыздармен Анталиядағы паркте қыдырып жүріп, осы бір сабақты жазып бір салып қояйыншы деп өзіме сөз бердім, өйткені өте көп үзіліс болып кетті. Сонымен бірге ең бірінші себеп менде қазір Анталияда Wi-Fi-дің мәселе туындап тұр, Wi-Fi жағынан. Ары қарай кеттік. Жаңағы жіңішкелік белгісі ш мен ж дыбыстарын жіңішкертпейді дедім. Өзіміздің де, менің өзімде бұрын қате айтып жүрген сөзім туш. Қыздардың көз бояйтын сүрме деуші ме қазақша? Сондай нәрсе, т, у, ш демізде мягкий знак жазамыз, соны біз туш деп айтамыз. Туш деген дұрыс емес. Ол туш деп айтылады. Немесе чуш деген сөз. Ч, у, ш деп жазамыз, мягкий знакты жазамыз. Енді ол чуш болмайды, ол чуш болады. Бұл мектептің жаңағы бағдарламасы. Мүмкін мектепте біз осы тақырыпты дұрыс түсінбей қалған шығармыз, сабаққа келмей қалған шығармыз, немесе білмеймін, дұрыс түсіндірмеген шығар, әйтеуір қандай да бір себептермен бізде қазақтар осындай қателіктер жібереміз. Сондықтан да енді естеріңізге сақтаңыздар. Туш, чуш. Келесі сөз өте кең тараған, біздің қазақтар жаппай қате айтатын, жаппай болғанда енді көп адам қате айтатын сөз, ол палаудың орысшасы. Палаудың орысшасы плов. Прямо ф деп бітіп тұр, плов. Ал біз оны плов дейміз. Ол плов емес, ол плов. Басында мен де плов деп жүріп, плов деп мені түзеткенде, ана құлағың үйренбейді, аузында үйренбейді, айтуға біртүрлі грубый сияқты, ол плов болу керек сияқты. Бірақ оның дұрысы плов. Келесі сөз біздерге қиыншылық тудыратын, ол нежный мен нижний деп шатастырамыз. Мысалы үшін көбінесе қыздар айтады,
Нижний запах дейді. Нижний запах деген сөз жаңағы өте нәзік иіс, аромат деген мағынада, ол нижний запах емес, ол нежный запах. Нежный. Нижний деген сөз төменгі деген сөз. Нижний этаж, мысалы үшін төменгі қабат. Келесі сөзіміз коридор. Коридор емес, коридор. Коридор деп жазылады, коридор деп айтылады. Келесі сөзіміз, бұл енді білмеймін, мүмкін білетін шығар, бірақ кейбір жақтарда, Қазақстанның кейбір облыстарында өздеріне тән диалект сияқты болып кеткен шығар, өйткені бір облыстарды білемін, мен мысалы үшін девушка дегенде девушка дейді. Девушка немесе қиярды огурцыдан ағыршық деп аударылған жерлер бар. Қызық, енді ол әр районның, әр облыстың өзінің диалектісі. Келесі бір аңғырғаным, я әрпін кейбір сөздерде сол я күйінде айтады, ол негізінде олай айтылмайды. Мысалы үшін тіл, орыс тілі, қазақ тілі деген сөзде язык емес, язык. Русский язык, казахский язык, английский язык. Мен біраз адамдарды естідім, русский язык, казахский язык деп айтатын. Келесі сөз, кейбір адамдар бар, вернулась здесь деп сөйлейді. Мен бір жақын арада бір курсқа қатыстым, сол курста қателеспесем, осы ся дегендер уральский акцент деп аталады, егер мен қателеспесем. Біздің қазақтарда ол қайдан жүр, мен соны ұқпадым. Вернулась емес, я вернулась, бітті, тоқтаймыз. Я здесь емес, я здесь. Келесі, кейбір адамда бар, схема дегенде схема дейді. Схема емес, ол схема, сызба. Келесі сөз, мысалы үшін, кейбір географиялық есімдер, географиялық атаулар есімдер емес, жіктелмейді. Мысалы үшін, мен Атырауда тұрамын. Я живу в Атырау. Я живу в Атырауе емес. Я приехала из Атырауа емес. Атырау сол орыс тілінде жіктелмей қалады. Келесі сөзіміз біздің қазақтарға қиыншылық келтіретін дыбыс, ый дыбысы, ый. Бұл кәдімгі дыбысы, мысалы үшін мынандай сөзде. Кейбіреулер мы деп айта алмайды. Біз деген мы ғой, мы, прямо ый деп айтамыз, дұрысы, мы. А көбінесе оны елдер мы деп айтады, мы. Вы правы дейді, например, вы правы. Прямо қорықпай ыйды айтыңыз. Ал кейбір адамдарда керісінше ыны айту қиындық тудырады, олар ми деп айтады. Ми, ви деп қалады. Оқушыларда, балаларда болады, сондықтан да қорықпай мы, вы правы. Солай айтамыз. Келесі сөзіміз, кейбіреулер қатеде жазады, солай қатеде айтады. Извините деген сөзде извините дейді. Извините емес, извините. Сосын кейбір адамдар вы будете деген сөзді шатастырады. Вы будете дейді. Будете деген сөз адамды ояту, а вы будете деген сөз сіз бір нәрсе істейсіз бе деп сұрағым келіп тұр ағырай. Вы будете. Будете ол дұрысы. Ал будете емес. Оның мағынасы басқа. Келесі, біздің бала кезден ауылда қате өзімізде айтып жүрдік, сосын қазірде ауылда адамдар қате айтатын шығар, матрос дейді. Ала матросты әкел, мына жерге жай дейді. Төсек салғанда, үйге қонақтар көп келіп жерге төсек салғанда. Матрос емес, матрас. Матрас, хотя матрас па? Матрас болмайды, матрас. В общем, матрас, не матрос. Матрос, ол теңізші. Так, ары қарай не? Әзірше менің есіме түсіп, сіздерге айтайыншы осы деп жинап қойған сөздерім осы. Бұйырса сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Мүмкіншілік болған кезде, уақыт болған кезде. Енді пікірлеріңіз болса жазыңыздар. Сіздер тағы да жазыңыздар, кім қандай сөзді бір кезде қате айтып, қазір жөнделді. Сондай пікір қалдыруларыңызға болады. Немесе қазір сіз басқалардың қате айтып жүрген қандай сөздерін естіп жүрсіз? Ол туралы да пікір қалдыруыңызға болады. Сонымен келесі кездескенше сау болыңыздар.